Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Ата-бабам мың сынаққа шыдаған, тәңірден тек тәуелсіздік сұраған, азаттықтың ақтаң үшін тер төккен тұңғыш қазақ президенті Нұрағам. Сүйеу болған, аналарға жылаған, тірек болған, балаларға құлаған, елдің жерін арқалаған нар тұлға тұңғыш қазақ президенті Нұрағам. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған ел ертеңін ойлаған Елбасы атты ақпараттық бейне ролігімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында көптен күткен ұл өмірге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынадай ұсыныс білдірді. Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын. Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Жасөспірім шағында Нұрсұлтан тек өз сыныбындағы ғана емес, мектептегі ең үздік оқушылардың бірі болды. Сабақты зор ынта-ықыласпен оқыды. Ол өзінің аса құштарлығын білетін, ағайын туыстары әкеп берген кітаптардың бәрін оқып шығуға жан-тәнімен кірісетін. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, қазақтың өткені мен болашағын жалғап келе жатқан халықтың осы бір ауыр, бірақ үйлесімді тіршілігінің мәңгі және аса мәнді екенін сезінетін. Ол әсіресе ежелгі аңыздар мен бабалардың наным-сенімдері туралы үлкендер айтатын әңгімелерді ықыласпен тыңдайтын. Қызмет жолы. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинатына қарасты жоғары техникалық оқу орнын, 1976 жылы Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетіне қарасты жоғары партия мектебін бітірген. Еңбек жолын 1960 жылы Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатында қатардағы жұмысшы болып бастап, домна пешінің аға газдаушылығына дейінгі жолдан өтті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бірқатар ғылыми еңбектердің және әлеуметтік экономикалық даму мәселелері мен қоғамдық саяси тақырып бойынша кітаптардың авторы. Ғасырлар тоғысында, бейбітшілік кіндігі, Еуразия жүрегінде, тарих толқынында, Қазақстан жолы, тәуелсіздік белестері, ғаламдық қоғамдастықты түбегейлі жаңарту стратегиясы және өркениеттер серіктестігі кітаптарының авторы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың музыкалық қабілеті баршаға аян. Белгілі бір жиындарда қолына домбыра алып, күй шертуі, нақышына келтіріп ән орындауы, әнге сөз жазуы, шығармашылыққа деген ерек көзқарасы мен қабілеті барын көрсетеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың өнерге деген қызығушылығы мен қабілеті бала кезінен байқалған. Елбасы өз естеліктерінде әкесі Әбіштің қазақ пен орыс әндерін көңілдене шырқайтынын, ал анасы Әлжанның әнді өте жақсы орындайтынын ойға салады. Өз сұхбаттарының бірінде кешке жұмыстан келгеннен кейін қолына домбыра алып күй тартатынын, сол сәтте-ақ бәрі ұмытылатынын айтқан еді. Өзінің сүйікті әндерінің қатарына Нұрсұлтан Назарбаев «Жұлдызым», «Көзімнің қарасы», «Бейуайдай», «Сәулемай» әндерін жатқызады. Бұдан өзге өзінің сүйіп тыңдайтын әндеріне «Маралды», «Ақсиса», «Баянауыл-ай» сияқты әндерді де жатқызады. Нұрсұлтан Назарбаев 5 әннің авторы: «Шұбарат», «Елім менің», «Жерім менің», «Үшқоңыр». Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының мәтінін жазған авторлардың бірі. Осымен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған ел ертеңін ойлаған Елбасы атты ақпараттық бейнеролигімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Aşk